Саламатсыңдар ма, балақайлар? Бүгінгі оқу іс әрекетімізде сауат ашу негіздері. Сабақтың тақырыбы: біз чемпион боламыз. Ч дыбысы мен әріпі. Сабақтың мақсаты: Ч дыбысы мен әрпінің баспа, жазба түрімен таныстыру. Екінші, дауысты, дауыссыз дыбыстар және буын, сөз, сөйлем жайлы білімдерін дамыту. Спортты сүюге тәрбиелеу. Керекті құралдар: әліппе, дәптер, қалам, түрлі түсті қаламдар, ермек саз. Балақайлар, шаттық шеңберіне тұрып, амандасып алайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Сәлем, сәлем, шапалақ соғайық. Көкке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Көкке керіліп, аяқты ұстайық. Айналып тұрайық, сәлем жолдайық. Сәлем, сәлем, шапалақ ұрайық. Сәлем, сәлем, аяқпен таптайық. Бүгінгі оқу іс әрекетімізде Ч әріпімен танысамыз. Ч әріпінің баспа түрі, жазба түрі. Ч әріпі дауыссыз қатаң дыбыс. Көк текшемен белгілейміз. Кедергімен айтылады. Балақайлар, бәріміз бірге айтып көрейікші. Ч, Ч, Ч. Жарайсыңдар. Ч әріпі кездесетін сөздерге назар аударайық. Ч әрпі. Ч әріпі. Чемодан. Чемодан. Чум. Чум. Чукча. Чукча. Ч дегенім чемпион, ел алғысы миллион. Балақайлар, еліміздің мақтан тұтатын чемпиондары кімдер? Бақтияр Артаев, Илья Ильин, Майя Манеза, Ермахан Ибраимов. Қазақстанымыздың көк туын желбіретіп жүрген басқа да чемпиондарымыз өте көп. Әліппе дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өлеңді тыңда. Біз шыныққан баламыз, суда жүзе аламыз. Желбіретіп көк туды чемпиондар боламыз. Сурет және сызба бойынша сөйлем құрастыр. Әділет жүзді. Сөйлем екі сөзден құралған. Сөйлем соңынан нүкте қойылады. Бұл жай сөйлем. Чемпион болу үшін алдымен не істеу керек? Сен қандай спорт түрін ұнатасың? Чемпион сөзіне дыбыстық талдау жаса. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Сөздерді буынға бөліп айт. Чемодан. Неше буын бар? 3 буын. Почта. Неше буын? 2 буын. Кек. Неше буын? 1 буын. Балақайлар, орнымыздан тұрып, шамалы сергіп алайық. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз. Двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножка двигать ты давай. Танцуй со мной, не уставай. Двигаю головкой, радостно верчу. В ритм музыки веселой я
танцевать хочу. Выпятив животик, назад наклонись, и руки словно крылышки поднимут нас ввысь. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножкой двигать ты давай, танцуй со мной, не уставай. Прыгаю на ножках и на пол сажусь, сгибаю, выпрямляю, ножками тружусь, как на велосипеде педали я кручу. Закончив игру, на ножки снова встаю. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножкой двигать ты давай, танцуй со мной, не уставай. Как юла кручусь, целый день веселюсь, от ритма такого голова идет кругом. Весело время я провожу, а когда устаю, с друзьями песни пою. Ла-л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 а. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножкой двигать ты давай, танцуй со мной, не уставай. Я с ручками играю, я кулачки сжимаю, в ладоши громко хлопаю и ножки поднимаю. Достаю до пальчика вот этого ра, и взявшись за ступню, прыгаю назад. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножкой двигать ты давай, танцуй со мной, не уставай. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, двигайся смелее, не торопись. Животиком вперед, ножкой двигать ты давай, танцуй со мной, не уставай. Танцуй со мной, не уставай. Танцуй со мной, не уставай. Келесі төртінші тапсырманы орындайық. Ч әріпін ермек саздан жаса. Бесінші тапсырма. Ч әріпі бар сөздердің суретін сал. Ч әріпінің баспа түрін үлгіге қарап, үзік сызықтарды қосып, соңына дейін жазамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.